Сәлем мен сүйікті достарым. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен құймақ жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Біз құймақты не сүтке емес, не айранға емес, бүгін суға пісіретін боламыз. Ол үшін біз 3 жұмыртқаның үстіне қант қосамыз. Сосын барып сода мен тұзды саламыз. Сосын бір қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей достар, жақсылап араластырып алдық. Енді біз оның үстіне ұнымызды илектен өткізіп қосатын боламыз. Мінекей достар, бізде осындай қою масса шығу керек. Енді біз оның үстіне суымызды қосамыз да жақсылап араластырамыз. Достар, мен әбден араластырып алдым. Енді біз бұларды пісіруге кірісейік. Достар, енді құймақтарымызды пісіруге кірісейік. Табаның астын бірінші майлап аламыз. Орташа отта пісіретін боламыз. Менің табам антипригорающий таба. Асты 1-2 минутта піседі, енді аударамыз. Осылайша барлығын пісіріп аламыз. Мен достар, біздің құймақтарымыз дайын. Өте жұмсақ, дәмді болып шыққан. Сүтке піспегендіктен осындай ақшылдау болады. Мінекей. Өте жұмсақ. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.